Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, осы видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Қыстың қамын жаз ойла дегендей, осындай пайдалы, өте дәмді, күнге піскен жеміс-жидектер, көкөністерімізді жаз уақытында қатырып алған өте тиімді болып табылады. Бүгін сіздерге құлпынайды дұрыс қатыру жолын көрсететін боламын. Ең алдымен құлпынайларды алып, суға жуып аламыз. Одан кейін осы үстіндегі шөбін алып тазалаймыз. Міне құлпынайларды да тазалап болдық. Тазалап болған соң кез келген қатырғыштарыңызға сиятын осындай бір ыдыстарды алып, үстіне осындай пищевая пленка немесе осындай целлофан қолдануларыңызға болады. Мен өз қатыруымда пищевая пленканы қолдандым. Міне осылай суынан бөлек сырғытып алып, міне құлпынайларды осылай бөлек-бөлек жабыстырмай орналастырып аламыз. Әр қабатты орналастырып болғаннан кейін көбірек сию үшін осылай осы әдісті қолдандым. Үстіне пищевая пленканы жаптым. Одан кейін тағы да осылай кезек орналастырдым. Барлық құлпынайларды салып болғанша осылай үстіне пищевая пленканы үстіне жауып орналастырып шықтым. Сізде қандай жеміс жидек түрі болады, дәл осы әдіспен қатыруларыңызға болады, жабыспай, міндетті түрде дана-дана болып шығады. Барлық жидектерді орналастырып болғаннан соң мұздатқышқа салып қатырып алатын боламыз. Қатқан жидектерімізді осындай арнайы ыдыстарға салып орналастырамыз. Бұл ыдыстарды мен кондитерлік дүкеннен алдым. Бір данасы 75 теңге тұрады. Қатқан құлпынайларымызды ыдыстарға орналастырып, мұздатқышта ұзақ уақытқа сақтауға болады. Осылай сақтау әдісі өте тиімді болып табылады. Күнге піскендіктен дәмін сақтап қалады. Және де мен қыстың уақытында осы қатырылған жидектерден және де түрлі тәттілерді пісіргенде үстін безендіруге қолданамын. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағы да менде осы YouTube каналымда көкөністерді дұрыс қатыру жолы бар. Ол видеоны да осы астына ссылкасын салатын боламыз, қарап көріңіздер. Менің каналыма әлде тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер, себебі алда уақытта пайдалы видеолар шығатын болады. Сау сәлемет болыңыздар.